Майнкрафт әлемінде бір ғана карта көлемі жер планетасынан бірнеше есе үлкен екенін білесің бе? Егер сен шетіне дейін жаяу барғың келсе, оған шынайы өмірде бірнеше жыл кетер еді. Сәлем достар. Сіздермен Нұрдос Нью. Бүгінгі видеомызда Майнкрафт ойынның құпияларын білетін боламыз. Ал бастайық. Майнкрафт алғаш рет 2009 жылы шықты. Оны бір адам Маркус Персон жасаған. Кейін ойын әлемдегі ең көп сатылған ойынға айналды. Крипер деген әйгілі жасыл моб әдейі ойлап табылмаған. Жасаушы шошқаны кодтап жатқанда қателесіп, оның денесі ұзын болып кеткен. Кейін сол қате Криперге айналды. Майнкрафттағы индермен мобтары бастапқыда адамдарға ұқсас болуы керек еді. Бірақ кейін оларды қорқынышты әрі жұмбақ ету үшін ұзын қара мақұлық қылып өзгерткен. Ойындағы Херобрайн деген кейіпкер туралы аңыз миллиондаған адамды қорқытқан. Көп адам оны түнде көрдім деп айтқан. Бірақ Mojang ресми түрде Херобрайн ешқашан болмаған деген. Mojang компаниясын кейін Microsoft $2,5 миллиард сатып алды. Бұл ойын тарихындағы ең үлкен келісімдердің бірі болды. Майнкрафтта күн мен түн өте тез ауысады. Бір толық күн небәрі 20 минутқа созылады. Сондықтан ойыншылар әрқашан түнге дейін үй салып үлгеруге тырысады. Ойындағы ең сирек заттардың бірі pink sheep. Қызғылт қойдың табиғи түрде туу ықтималдығы өте төмен. Егер сен Майнкрафтта төменге ұзақ құласаң, кейде ойын дыбыстары баяулап кетеді. Бұл ойынның ескі физика жүйесіне байланысты қызық эффект. Майнкрафтта кітаптардың ішінде шынайы өмірдегі бағдарламалаушылардың есімдері жасырылған. Ойын ішіндегі музыка адамдарды тыныштандыру үшін арнайы жасалған. Композитор 418 музыкаларды жалғыз отырып жазған. Сол әуендер қазір интернеттегі ең танымал ойын музыкасының бірі. Майнкрафттағы ауыл тұрғындары бастапқыда мүлде болмаған. Кейін ойын әлемі бос көрінген соң ғана Villager қосылған. Кейбір ойыншылар Майнкрафт ішінде толық жұмыс істейтін компьютер жасап шыққан. Тіпті калькулятор мен қарапайым ойындарды да іске қосқан. Бір ойыншы Майнкрафт ішінде 10 жылдан аса уақыт бір ғана әлемде өмір сүріп келеді. Ол бүкіл әлемін алып қалаға айналдырған. Ойын тарихындағы ең үлкен серверлердің бірінде бір уақытта жүздеген мың адам ойнаған. Кейде сервердегі соғыстар бірнеше күн тоқтамай жалғасқан. Майнкрафт мектептерде де қолданылады. Кей елдерде балаларға математика, архитектура және тарихты осы ойын арқылы үйретеді. Ойынның незер әлемі бастапқыда тозақ секілді жасалуы керек болған. Сондықтан онда лава көп және музыкасы қорқынышты. Майнкрафтта егер Dinnerbone деген атты мобқа қойсаң, ол төңкеріліп жүреді. Бұл әзіл ретінде қосылған функция. Ойындағы ең қатты дыбыстардың бірі Warden мобының дыбысы. Көп ойыншы оны алғаш естігенде шынымен қорқып кеткен. Бүгінде Майнкрафт тек ойын емес, тұтас мәдениетке айналды. Миллиондаған видео, фильм, анимация және серверлер пайда болды. Кей адамдар үшін бұл жай ойын емес, екінші әлем. Солай достар, менің айтарым, өмірімізді тек қана ойын күлкімен өткізіп алмайық. Каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше достар.